Türkiye Agentliğinin төрағасы Мирболат Мырзатайұлы Бейшеновтың кінәсіз қамалып отырғанына 1 ай болды. Қазақтың тілі үшін күресіп жүрген азаматты 174 баспен ұлт араздығын қоздырды деген айып тағылып, жазықсыздан қамап отыр. Зардап шегушінің жазған Мирболаттың үстінен арыз шағымы да жоқ. Сондықтан біз бүгін бір топ желтоқсаншылар қоғам белсенділері Мирболаттың туған-туысқандары осы жерде жиналған. Баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстан Республикасының президентінен, жоғарғы соттан, прокуратурадан, тағы да басқа құқық қорғау органдарынан әділет сұрап Мирболатқа бостандық беруін талап етеміз. Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық! Мирболатқа бостандық!